ағзада шаршау, әлсіздік сигналдары болса, онда токсиндердің көптеп клеткалық деңгейде ластанып кеткенінің белгісі. Және де бұндай кезде, шаршап тұрған кезде, әлсіреп тұрған кезде біздің надпочечникіміз бен щитовидкамызда функциясында қандай да бір өзгерістер болып жатқанын көрсетеді. Сондықтан міндетті түрде бұл состояниеден шығып кетпейтін болсақ, бұл кейін хронически үлкен аурулардың алдын алып келуі мүмкін. Бұл ағзаның бізге беріп жатқан сигналы ғой. Яғни қызыл лампа жанып жатыр деген сөз да. Ас қорыту жөніндегі проблемалар, бұл да біздің ағзамыздың уже шаршағанын көрсетеді, және біздің дұрыс емес тамақтанбауымыз, режиміміздің дұрыс болмауы, және де қарапайым тамақтану гигиенасын дұрыс сақтамауымыздың әсері. Қарапайым, мысалы, тамақты 30-40 рет шайнаудың болмауы. Одан бөлек ол паразиттерден болуы мүмкін. Немесе кандидалардың, кластридиялардың өсуімен, титрлардың өсуімен көрініс табуы мүмкін. Тері проблемалары тоже бұл асқазан-ішек жолдарымен тікелей байланысты нәрсе. Тері құрғақтық немесе жаралар болып жатса, значит, бізде ас қорыту жүйесінде үлкен проблемалар болып жатқан көрсетеді. Әсіресе дырявый кишечник. Асқазан-ішек жолдарында тесік ішек синдромы пайда болған кезде біздің терімізде уже көп құрғақтық, псориаз, акне деген сияқты проблемалармен ұласады.